Шерхан гендер патиге ренішін білдірді. Қосылайық жобасының атышулы үміткері және қатысушысы Ақбота тұңғыш баласын күтуде. Бота өз қуанышын халықпен бөлісіп, тіпті болашақ сәбиінің жынысын анықтау үшін арнайы гендер пати ұйымдастырып, дүркіретіп той жасады. Тойға Қосылайықтың редакция ұжымы мен қатысушылар шақырылды. Жаңа дәстүрге сай, Бота жақындарының алдында құрсақтағы баланың жынысын жария етеді. Аталған шараға Ботаның экс-күйеуі Шерхан шақырылмады. Сонымен қатар тіпті Шерханның досы Ақтөре мен Әсемде шақырылмады. Ақтөре Инстаграм әлеуметтік желідегі парақшасында өз ренішін білдірді. Тіпті Ақбота жайлы шындықты айтамын деп ашуға болықты. Ақтөре негізімен көк футболка киемін. Сол гендер патиға шақырып қалама деген ниет болды. Бірақ үміт үзілді. Сонымен қара футболкымды киіп, шақырмаған жерге біз бармаймыз. Шақырмады, енді өкінішке орай. Не үшін шақырмағанын бір Алла біледі. Атақ бақытты болсын. Ол деп ойлаған мен. Шақырған жерден қалма, шақырмаған жерге барма, деді Ақтөре көзіне жасалған. Шерхан әлеуметтік желідегі парақшасында гендер пати жайлы ақиқатты жайып салды. Өмірлік философияға бай ол өз сторисінде жазылған өмір туралы түрлі дәйек сөздерді, даналық сөздерді, сөйлемдерді мұңды әуенмен жариялады. Сол себепті Шерхан өзінің әлеуметтік желісінде тұңғышы ұл болатынын жариялады. Желі қолданушылары жарыса жазды. Бірақ Ақбота көрермендердің сұрақтарына жауап бермеді. Аталған дүбірлі тойға Ботаны Альмира ханым құттықтап барды. Тіпті Қырғызстаннан Айда мен Нұрдәулетте Ботаның қуанышын атап өтті. Ботаның анасы болашақ немересі жайлы айтып тастады. Мен нағашы әжесі ұл деп ойлаймын, деді Ботаның анасы. Бексұлтан Ботаның тойының тамадасы болды. Әппақ Ботаның жан досы Нұржамал тойды басынан аяғына дейін ұйымдастырған болатын.